Ауылға апарар әр жол сізге деген сағынышпен басталды. 46 жыл ғұмырыңызды арнаған, 5 перзентіңізді өсіріп, өмірдің мәнін тапқан өз ауылыңызға тағы да келіп тұрмыз. Бірақ бұл жолы келу мүлдем бөлек. Кім ойлаған осылай келерімізді? Көңілде мұң, жүректе үнсіз ауырлық. Сіз кеткелі 40 күн өтті. Сіздің рухыңызға дұға бағыштауға Алла қосқан жарыңыз, ұл қыздарыңыз, немерелеріңіз келді. Құр келмедік, сізді сағынып келдік. Жүректерімізде айтылмаған сөздер өте көп. Сол сағынышпен ағайын туыс жақындарымызбен бірге қол жайып дұға жасайық деген ниетпен дастарханымызды да дайындап келдік. Әр дәмде сағыныш, әр келген қонақта дұға. Анашым, басыңызға көк тас қойдық. Бұл перзенттік парызымыздың бір тамшысы ғана. Енді сізді осы жерден іздеп келеміз. Жанымызбен сағынып, дұғамызбен табысамыз. 40 күндік асқа дайындық жүріп жатыр. Жақын жандардың бәрі қызметте, әр қимылда сыйластық, әр әрекетте қадір. Үй іші тіршілікке толы. Қазан қайнап, ақ дастархан жайылып жатыр. Адам көп, бірақ сіз жоқсыз. Әр бұрышта сіздің ізіңіз, әр жер сізді еске салады. Сіздің орныңыз бос, даусыңыз мүлдем естілмейді. Сол тыныштық бәрінен ауыр. Әкеміздің көзінде жас, жақындарға мұңын шағып, сізді еске алып, енді жұматайым жоқ деп, жүрегімен сырын ақтарды. Сағынышы үнсіз ақ көрініп тұр. Адамдар келіп жатыр. Әр қайсысы бір естелікпен, бір жылы сөзбен сізді жүректерімен еске алып жатыр. Сіз қандай жан едіңіз? Қаншама адамның жүрегінде жылы күлкіңізбен, ақ көңіл мінезіңізбен мәңгі сақталдыңыз. Анашым, балаларыңыз сізді қатты сағынып жүр. Иісіңізді сағындық, жылы құшағыңызды сағындық. Жымиған бейнеңізді сағындық. Анашым, жаныңыз жәннаттың төрінде болсын. Қабіріңіз нұрға толып, жайлы мекенге айналсын. Амал дәптеріңіз оң жағынан беріліп, Алланың мейіріміне бөленіңіз. Әмин.